Екі қария. Бір күні екі қария Құддысқа бармақшы болды. Бірі Ефин дейтін ауқатты мужик, екіншісі Елисей дейтін шаруа. Ефин өмірде арақ ішіп, темекі тартып көрмеген. Тіпті боғауыз айтпайтын, ділі қатты, мінезі қатаң. Екі рет ауыл әкімі болып сайланды, бірақ мойнына көк тиынды ілген жоқ. Таза шықты. Екі ұлы мен немересі бәрі бірге тұрады. Өзі еңгезердей, қою қоба сақалды, кеудесі тік мужик. Ал Елисей болса ортан қол шаруа. Бұрын ұста болған. Еңкейген шағында бал арасын өсірумен айналысты. Мұның да екі ұлы бар. Өзі аңқылдаған ағы жүрек. Бұрын арақ та ішті. Насыбайы да ескеді. Бірақ кісі баласына зияны жоқ. Ән айтқанды жақсы көретін. Сыр тұлғасы шарға бойлы, қара торы, бұйраланған шағын ғана сақалы бар. Шаш атаулыдан ада. Нағыз жалтыр бастың өзі еді. Құддысқа бірге аттанамыз деп екі қарияның уағдаласқанына көп болды. Алайда ана шаруа, біресе мына шаруа шығып, әбден айналшықтады. Көбіне Ефиннің мұрнына су жетпей ақ қойды. Біреуін бітірсе, ертесіне екінші шаруасы шығады. Енді барамыз дегенде аяқ астынан немересі үйленді. Міне кеттік дегенде кенже ұлы әскерден келіп қалды. Биыл үй салуды бастап кетті. Оны көрген сайын Елисей, «Оу, Тамар, Құддысқа қашан аттанамыз? Құдайдан ұят болды ғой. Мойындағы міндеттен құтылайықта» деп жағадан алғандай болады. Ефин тыржиып, сәл кідіре тұршы. Биыл үй бастап қойып ем. Ең болмаса шатырын жауып кетейін. Үй біте салысымен жолға шығамыз дейді. Енді кейінге қалдырсақ ұят. Қазір кетуіміз керек. Дұрыс қой, бірақ бастап қойған істі аяқтамай қайтып кетемін. Немене? Аяқтайтын адам жоқ па? Балаң бар емес пе? Баласы құрмағыр ойдағыдай ете алады ма? Ей, ертең өліп қалсаң ше? Олар сенсіз күн көре алмай ма? Өздері үйрене бергені жөн ғой. Солай. Бірақ бәрі көз алдыңда істелгенге не жетсін? Оу, құрдас, тірі адамның тіршілігі біте ме? Өткенде ғана мейрам қарсаңда үйді қағып, сілкіп, жуып, шайып, бір үйтілдік. Сонда келінімнің айтқаны, мейрамның келе қалғаны қандай жақсы. Әйтпесе қанша әлектенсек те мұнша шаруаны бір күнде еңсере алар ма едік деді. Сол айтпақшы, әр нәрсенің өз уағы бар. Қуа берсең, бұл дүниенің тірлігі бітпейді деді. Ефин ойланып қалды. Мына үйге көп шығын кетті. Сапарға да құр қол аттана алмайсың. Қаражат керек дегендей. Елисей езу тартты. Сен жыланба, Тамар. Сенің дәулетің менен 10 есе артық емес пе? Сөйте тұра ақша жоқ дейсің. Түгің жоқ болса, мен ақтауып берейін деді. Ефин мырс етіп миығынан күліп, қарай көресің. Ал қайдан таппақсың ол ақшаны деді. Омартамды сатам. Көптеп сұрап жүргендер бар еді. Биыл омартаның түсімі мол болады. Өкініп қалмайсың ба? Өкініш жоқ. Құрдас, өкініш жоқ. Жасаған күнәлардам басқаға өкініп көрген жан емеспін. Иманнан артық ештеңе жоқ бұл дүниеде. Солай ғой, Тамар. Ақшаны өзім ақтабамын. Бірақ үй түскір, ыбырсып, қоқсып жатқанда берекең болмайды екен. Тамар, иманымыз тазарып, жанымыз жаңғырмаса, берекесіздіктің көкесі сонда болады. Ниет еттік пе? Кеткеніміз жөн. Шын айтам, кетейік. Елисей ақырын осын көндірді. Ефин мың ойланып, ертесіне Елисейдікіне келді. Құрдас, аттаналық. Айтқаныңның бәрі рас. Иманнан артық ештеңе жоқ.
аяқ қолымыз сау кезде барып қайталық. Бір аптадан соң қариялар жолға шықты. Ефиінде 300 сом бар еді. 100 сомды жолға алды да, қалғанын кемпіріне қалдырды. Елесей омартасын сатып 70 сомға бағалады. Қалған 30 сомды өлсем жаназама керек болады деп, кемпірінің сандыққа тыққан 20 сомын алды. Келінінің тірнектеп жинаған 10 сомын және алды. Жолға шығатын күні Ефиін қария түске дейін жүріп алды. Үлкен ұлына шабындықты қай жерден шабатынын, көңді қайда барып төгетінін, үйдің шатырын қайтып жабатынын тәпкіштеп қайта түсіндірумен болды. Ал Елесей пақыр, қожайын өздерің, нені жөн тапсаңдар, соны істеңдер дейді де, үймен тез қоштасады. Ауылдан ұзаған сәтте-ақ Елесей қария шаруа жайын тез ұмытты. Жолда досын ренжітіп алмайын деп, әр сөзін әдеппен сабақтады. Сапардың шырқы бұзылмай, тәтті оралсақ еді деп, Құдайдан тілеумен болды. Құддысқа емтихан тапсыратындай, жадында қалған дұғаларын еске түсіріп, іштей қайталады. Әулелердің ғұмырнамасын да бірі қайталап өтті. Жолда кездескен кісілерге инабатпен тіл қатты. Жылы лебізін аямады. Сапарға шыққалы көкірегі де сергек, көңілі де қонақ. Тек бір нәрсеге ғана жігері жетпеді. Насыбай атқысы кеп, әбден қиналды. Әу баста Насыбайды тастауға ниеттеніп, шақпасын әдейі үйге қалдырған еді. Ефим болса, бос сөз сөйлемеді. Бірақ жанында жадыраңқылық жоқ. Үй жайының қамы ойынан кетер емес. Ондағылар не істеп жатыр екен деп уайымдай берді. Балама ананы өйт, мынаны бүйт деп тапсыруды ұмытып кеткен жоқпын ба? Бәрін таптинақтай істеп жатыр ма деп көп алаңдады. 5 аптадан соң Қоқолдардың еліне жетті. Бұл халықтың пейілі кең екен. 2 қарияны кезек-кезек қонақ етіп, сыйлаумен болды. Аттанарда дорбаларына нан мен аққа толтырды. Осылайша қос қария еш қиындықсыз 700 шақырым жол жүрді. Бір уақытта жұт жайлаған аймаққа тап болды. Сатып аларынан таппады. Былтыр түк астық шықпады. Бай кедейленіп, жарлы, Жақыбай қайыршыға айналды десті жұрт. 2 қария аялдамастан 10 шақырымдай жер жүрді. Бір өзеннің жағасына жетіп тынықты. Қайдан тапқаны белгісіз, Елесей қария Насыбай шығарып атпақ болды. Оны көріп Ефиін, «Ей, көр соқыр, сенің Насыбайды қойғаның қайда?» деді таңқалып. Елесей қолын сілтеп, «Қайтейін құрдас, жеңді мені бұл күнә, жеңді» дей берді. Сәлден соң қайтадан жолға шықты. Біраз жүрген соң үлкен бір қыстаққа келіп кірді. Күн әбден ысыған еді. Елесейдің су ішіп дем алғысы келді. Ал Ефиіннің тоқтар түрі жоқ. Тумысынан жүріске берік еді. Оның соңынан елпілдеп жүре беру Елесейге оңай тиген жоқ. Су ішіп, шөл бассақ қайтеді құрдас деді. Ішкің келсе іш, мен шөл деген жоқпын деді Ефиін. Ендеше сен жүре бер, мен әне бір тамға кіріп, су ішіп шығайын, артыңнан қуып жетем деді Елесей. Ефиін ілгерлей берді. Елесей әлгі үйге бас сұқты. Өзі жұпыны соқпатам екен. Іргесі қара балшықпен салынғанда, төбесі әктелген. Қабырғалары кесек-кесек боп опырылып тұр. Шатырдың бір бүйірі қисайып кеткен. Аулада бір кісі жатыр екен. Өзі абарық, өлі тірісі белгісіз, қимылсыз. Су ішіп шығуға бола ма деп еді, тіл қатқан жоқ. Үйден жылаған сәбидің үні шықты. Елесей үйге кіріп, қожайын деп дауыстады. Тым тырыс, есікті тақылдатты. Оу, кім бар, сөйлес деп айқайлады. Қыбыр еткен жан білінбеді.
Елесей кері бұрылып қарасын батырмақшы еді. Кенет біреудің ыңырсыған үні естілді. Байқұс-ай, бұл кім болды екен деп, төргі бөлмеге аяңдады. Мұнда бір кемпір отыр екен. Әбден әлсіреп басын столға әзер сүйді. Қасында тыриған арық, іші кепкеннен қарны қампиып кеткен бір бала жүр. Әжесінің жеңінен тартып, әлдене сұрап еңірейді. Бөлменің ішін сасық иіс алып кеткен. Керуетте науқас әйел жатыр. Өзі екпетінен сұлапты. Ешкімге қарар шамасы жоқ. Аяғын біресе созып, біресе бауырына тартып, ауын ақшиды. Дәретін астына жіберген сияқты. Сасық иіс сол маңнан шығады. Бір кезде кемпір басын көтеріп, «Әкетайым-ау, бізде қолға ілгер ештеңе жоқ. Бізді тонап күнә арқалама», деді. Елесей жақын келіп, «Мен бір құдайдың қара бет құлы едім. Су ішкелі ғана бас сұқтым», деді. «Дым жоқ, қарағым, жөніңмен жүре бер. Япыр-ай, ең болмаса мына елдің астын тазартар, сау адам жоқ па үйлеріңде?» «Иә, ешкім жоқ. Бір адамымыз аулада өлгелі жатыр. Біз бұнда», дей беріп еді, немересі жеңінен тартқылап, «Нан берші, әже, қарным ашты, нан», деп жылай бастады. Осы кезде есіктен шатқаяқтай кірген әлгі еркек жар жағалай келді де еденге қисая кетті. Тұруға шамасы жоқ. Сөзді үзіп айтады да, демалып алып әрең жалғайды. «Аштық дейтін бір нәубет келді ғой. Өлетін болды ғой. Мұналар аштықтан», деп әлгі баланы иегімен нұсқаған еркек еңіреп қоя берді. Елесей қарт әрі қарай шыдай алмады. Дорбасын жерге қойып аузын шеше бастады. Нан мен пышағын шығарды. Нанды кесектеп бөліп, әлгі еркекке ұсынды. Ол көзі жәудіреген әлгі бала мен қасындағы кішкентай қызды нұсқап, «Осы құлындарыма берші», деді. Нан иісін сезген бала дереу ұмтылып, қос қолымен жармасып, тұмсығымен нанның ішіне кіріп кетті. Пештің артынан бір қыз сүйретіліп тұрды да нанды көріп жүгіріп жетті. Нанның бір тілімін кемпірге ұстатты. Ол ақырын шайнай бастады. Су әкелер ме еді?» деді кемпір. «Аузым кеуіп қалыпты. Кеше су әкеле қояйыншы деп ем, жете алмай жолда құладым. Біреу әкетпесе, шелекте сол жерде жатқан шығар». Елесей қария құдықтың қайда екенін сұрады. Кемпір түсіндіргендей болды. Елесей шелекті тауып су әкелді. Бала шаға шөлін қандырды. Сонан соң суға ашылап, тағыда нан жеді. Керуетте жатқан әйел басын көтермек түгілі есінде жинаған жоқ. Әлі дөңбек шумен болды. Елесей қыстақтағы дүкенге барып тары, тұз, ұн, май алды. Үйге келген соң балтамен отын бұталап, пешке от жақты. Көже істеп, ботқа пісіріп, үйдегілерді бір тойдырды. Еркек пен кемпір ептеп жүрек жалғады. Әлгі кішкентай қыз бен бала қарны тойған соң құшақтасқан күйі ұйықтап кетті. Былтыр жұт келді деп еркек әңгімесін бастады. Жерден түк шықпады. Барымызды қара күздің басынан ақ тауыстық. Сонан көршіге алақан жайдық. Басында ол пұл беруші еді. Кейін өздері де тарықты. Бара-бара біреуден бірдеңе сұраудың өзі ұятқа айналды. Бәріне ақшалайды, ұндайды, нандайда қарызбыз. Жұмыс іздебем табылмады. Кемпір мен ана қарғадай қыз қайыр сұрап ел кезіп кетеді. Садақа өнімсіз. Сонда да ептеп нәпақа тауып жүрдік. Көктем туа жұрт садақа беруді доғарды. Бір күн нәр татсақ, 2 күн ашпыз. Лашсыздан шөп жеуге көшіп едік.
Сол шөптен бе, әлде басқа бірдеңе ме, анау әйеліме бір бәле жабысты. Төсек тартып жатып қалды. Ал менің қозғаларға әлім жоқ. Жалғыз мен ғана, деді кемпір әңгімеге араласып. Басымды тауға да, тасқа да соқтым. Ас сусыз қашанғы шыдайын. Өлер қалге жеттім. Анау кішкентай қыз да титықтап бітті. Ұялатынды шығарды. Көршілерге барып қайыр сұра десек бармайды. Бұрышқа тығылып тымсырайып отырғаны. Бұрын арғы күні көрші әйел келген. Біздің аш әрі ауру екенімізді көріп шорт бұрылып қайқайды. Қайтсын, өзінің де күйеуі қайтып шиттей баламен қалған. Жаны ашығанмен берер түгі жоқ. Өлген жеріміз осы шығар деп ажалды күтіп жатыр едік. Сен пайда бола кеттің. Елесейдің жаны ашып кетті. Жолдасын қуып жетемін деген ойынан айныды. Осында қонып қалды. Таңертең ерте тұрып, осы үйдің қожайыны сияқты шаруаға кірісіп кетті. Кемпірмен бірге қамыр илеп, пеш жақты. Керек жарақты жиыстырып, сынған есікті түзеп, жыртылған киімді жамап, біраз істің басын қайырды. Осылайша бір күнін өлтірді. Келесі күнде зымырап өте шықты. Үшінші күні де осында қалды. Балалар оған бауыр басып еркелейтінді шығарды. Кемпір еңсесін тіктеді. Еркек жар жағалай алар халге жетті. Науқас әйел үшінші күні ғана көзін ашып тамақ жеді. Ойпыр-ай, осыншама уақыт жоғалтам деп кім ойлаған? Қой құрысын, ертең қозғалайын деп ойлады қария. Төртінші күн Пасха мейрамына сәйкес келді. Мейрамда мыналарға ол-пұл әперіп, көңілдерін көтерейін. Сосын кешкілік жүріп кетермін деп шешті. Дүкеннен сүт, әппақ ұн, қойдың етін алды. Кемпір екеуі күні бойы асты, қуырды, пісірді, түсірді, не керек тыным таппады. Келесі күні ғибадатқа барып, елмен бірге мейрамды тойлады. Бесінші күні науқас әйел де аяғынан тұрып, тәлтіректеп жүре бастады. Еркек сақал мұртын қырып, таза жейдесін киіп, қыстақтағы бай мұжаққа кетіпті. Бұлтыр мұжақтан қарыз алып, кепілге шабындығы жері мен егістігін қойған екен. Сол жерін пайдалана тұруды сұрамақшы болыпты. Бірақ еңсесі езіліп оралды. Бай көнбеді, қайтейін. Ақшаңды әкелде ал деді деп өксіп қоя берді. Елесей тағы да ойға батты. Ойпырмай, бұлар енді қайтып өмір сүрмек. Ертең мен кетсем, тас қалпына қайта түспей ме деді. Ауыр ой еңсесін езіп ұйықтай алмады. Тезірек жолға шығу керек еді. Онсыз да ақша мен алтын уақытын жоғалтты. Кетейін десе, мына кісілерді аяды. Бір тілім нан үлестірсем жетпей ме деп едім, қарасайшы. Ақыр не болғанын. Енді шабындығы мен егістік жерін сатып әпер. Егістігін әперген екенсің. Балаларға сүт болатын сауын сиыр. Ана еркекке бау таситын ат сатып әпер. Ей, соры қалың Елесей-ай, шырмалған жерің осы шығар. Түпкі ойыңның қазығынан айырылған соң, түк түсінуден қалдың ғой, деді өз-өзіне. Ішкі сарайы ашылар ма екен деп насыбай атып еді, болмады. Қанша бас қатырса да ойына ештеңе оралмады. Жолға шығарын, не мына кісілерге егістік жерін әперерін білмей, мең-зең болды. Не істеу керегі беймәлім. Бір кезде көзі іліне бастады. Кенет түс көрді. Дорбасы арқасында, Азат аяғы қолында. Құнтиып киініп алған екен. Қақпадан шыға бергенде дорбасы бірдеңеге ілініп қалды. Оны ағытам дегенше шылбауы әлденеге ілініп, шешіліп кетті. Бұны қайтадан орай бастағанда шарбақтың бір жері киімін іліп түсті. Кенет кішкентай қыз етегіне жармасып, ата, нан берші деп шырылдады. Аяғына көзі түсіп кетіп еді, шұлғауына ер бала жабысып жібермеді.
Терезеден кемпір мен үй иесі мөлиіп қарап тұрды. Елесей шошып оянды. Күпірлеп сөйлеп, ертең шабындығында, егістігінде әперем, атта сауын сиырды әперем. Жаңа астыққа дейін жетерлік ұнда сатып әперем. Әйтпесе, жер асып, жихан кезіп, Ғайсаны іздеймін деп жүргенде жүрегімді өлтіріп алармын. Алдымен мына байқұстардың аяғына тұрғызайын. Мен кетсем, аштан қырылар. Ал Құддыс ешқайда қашпайды. Кейінде баруға болады, деді. Таңертең ерте тұрды. Баймұжыққа барып егістік жерін қайтадан сатып алды. Шабындықтың да ақшасын төледі. Дүкеннен шалғы орақ алды. Еркекті шалғы салуға жіберді де, өзі базарға аяңдады. Саудаласып жүріп, бір атпен арба алды. Оған бір қапшық ұнды тиеді де, сауын сиыр іздей жөнелді. Келе жатып екі әйелдің дыбырлап сөйлеген сөзін естіді. Дүниеде мынадай адам бар екен-ау. Әлдекімнің үйіне су ішуге кіріп, сол үйді аялдап қалды. Оның әлгі үйге не сатып әпергенін көрсең, жаңа ғана бір атты арбасымен қосып сатып алғанын көзіммен көрдім. Мұндай адам бұл заманда жоқ қой, жоқ. Әулие шығар өзі, десті. Елесей өзін мақтап келе жатқандарды білді. Ұнжырғасы түсіп кетті. Сиыр әперемін деген райынан қайтты. Ат көлігімен үйге тартты. Атты көрген үй иесі аң-таң болды. Атау, бұл атты қайдан алып жүрсіз, деді үй иесі. Сатып ала салғам, арзанға беріп тұр екен. Анау қапшықты да түсіріп алшы, деді жылдам сөйлеп. Үйдің иесі қапшықты қамбаға кетті. Елесей кешке дейін басы салбыраған күйі қозғалмай отыра берді. Ел ұйқыға кеткенде орнынан тұрып, дыбысын білдірместен үйден шығып кетті. 5 шақырымдай ұзағанда жарық түсе бастады. Бір ағаштың түбіне отырды да, дорбасын ашып, есеп қисап жүргізді. Санаса 17 сом 20 тиын ғана қалыпты. Бұны мен Құддысқа жете алмаспын. Жол-жөнекей қайыр сұрасам, күнәмді тіпті көбейтіп алармын. Ефин досым өзі ақ жетіп, мен үшін де дұға қылар. Ер мойнында қылар хан шірімес деген. Аман болсам, келер жылы барармын деп ойлады. Орнынан тұрып дорбасын ырғап алды да, кейін қайтты. Таныс біреу-міреу көріп қалар деп, қыстағына ұрлана кірді. Үй іші бұның аман есен оралғанына мәз болып жатты. Неге ерте қайттың деп сұрақты да қарша бұратты. Елесей басын көтерместен, Құдай қаламады-ау, жол үстінде ақшамды жоғалттым. Құрдасымнан да көз жазып қалдым. Құдай ақы, кешіре көріңдер, деді. Ауысқан ақшаны кемпіріне ұстатты. Үй жайының жағдайын сұрап еді. Құдайға шүкір, бәрі жақсы екен. Шаруасы таптен ақтай. Ойға алған істері орындалған. Ауызбіршілікте, тату-тәтті тіршілікте бәрі өз қалпында жүріп жатыпты. Енді екінші қарияға оралайық. Баяғы Ефиін қария су ішуге кеткен досын жол бойы күтумен болды. Арасында көзін іліп алды. Одан оянып тағы да біраз күтті. Жолдасы жоқ. Көзім ілініп кеткенде, жанымнан байқамай өтіп кеткен жоқ бекен деп тағы да ойлады. Ілгері жүре берейін. Қоналқада бас қосарымыз, деді өзіне. Үлкен бір ауылға жетіп, осындай бір шал келе қалса, мен түскен үйге ертіп әкеліңдер деп өтініш жасады. Бірақ құрдасы келмеді. Ертесі жолға шықты. Көрінген жұрттан жалтырбас шал көрмедіңдер ме деп сұраумен болды. Ешкім көрмепті. Хабар ошар жоқ. Бәлкім Одессада кеме үстінде жолығып қалармыз деп өзін жұбатты да ілгері жүре берді. Одессаға жеткен соң 3 тәулік бойы кеме күтті. Мұнда да Елесей досын іздеумен болды.
Бірақ естіген, көрген ешкім болмады. Кемеге мінген сонда жан-жағына қараумен жүрді. 10 күн дегенде кеме Яфа қаласына жетті. Құддысқа дейінгі 70 шақырым жерді жаяу басу керек. 3-ші күн дегенде бұлар түске таман Құддысқа келіп кірді. Орыс қонағы үйіне тоқтап, билетін тіркетті де, ас-су ішіп, келі орындардың аралауға шықты. Әуелі Ғайса пайғамбардың табыты тұрған жерге келді. Халық лық толы, тығылысып кіре алмай жатыр екен. Басындағы бұлаққа жуынып, шайынып, тазаланып алды. Кешкі ғибадаттан таңғы мінәжатқа дейін сонда болды. Түнімен дұға оқып, әулиелер мен марқұм әруақтардың рухына рахым тіледі. Ертесіне күнәдан қашып, осы жерге тығылған мысырлық Мариямның құжарасына бас соқты. Ибраим пайғамбар мен оның ұлы Ысқақтың жүріп өткен жерлерін сүйді. Мариям ананың үйі бар екен, оны да тәуәт етті. Жақыптың ғибадатханасына барып, бір күн түнеді. Сосын қонақ үйге оралып, жақсылап ауқаттанды. Көзі ілініп, енді ұйықтай бергенде, ойбай, ұрлап кетті деген дауыстан оянды. Қағып кетті. Ақша толы әмияным жоқ, ішінде 23 сомым бар еді деп, бір мұжық жылап қоя берді. Ефин түнімен ұйықтай алмады. Бір күнәһар ой арбады да қойды. Адамдармен сығылысып жүргенде менің де ақшамды ұрлап кетпес бекен деп уайымдады. Ертеңіне Ғайса пайғамбардың аяқ қолын керген ағашқа қаққан жерге барды. Пайғамбардың қаны тамған жерді қолымен сипалады. 7 қабат жер астына түпсіз тұңғиыққа дейін созылған қара құрдым шыңырау тесікті көрді. Жұрт бұл тесік тозақпен жалғанған екен десіп жатты. Адам атаның табытын көріп тәуәт етті. Онан соң басына тікенек тәж кигізген Ғайса пайғамбар отырған қара тастың қасына келді. Пайғамбарды сабаған кезде оны байлап қойып ұрған бағанды да құшақтады. Сонан соң Ғайсаның табыты қалған үңгірдің ішіне кірді. Адамдар иық тіресіп сығылысып кетті. Топырласқан сайын Ефиннің көңілін уайым биледі. Әмиянның орындамай екен деп қайта сипай берді. Барынша жұрттан шеткері тұруға тырысты. Жұрт жаратқанға жалбарынып, дұға оқып жатқанда, Ефин қарсы алдындағы шамдал жабылған жаққа қарап тұрды. Кенет үстінде шұба шекпені бар, басы айнадай жылтыраған бір шал тұр. Елесейден аумайды. Шамдалдардың дәл түбінде елдің ең алдына жайғасқан. Ойпыр-ай, елесейден аумайды екен деп ойлады. Бірақ ол қалай үлгермек деп тағы да күмәнданды. Менен бұрын қайдан келсін? Озып кету мүмкін емес. Ал біздің кемеде ол сірә болған жоқ. Осылай ойлай бергені сол еді, әлгі шал мінәжат етіп, екі жағына бірдей тағзым етті. Әсіресе шал оң жағына мойын бұрған сәтте Ефин оны жазбай таныды. Я, елесей шалдың нақ өзі. Анау бұйраланған қара қоңыр сақал, самайындағы әппақ қасы да, көзі де, мұрны да, барша кескін келбеті соныкі. Жолдасын тапқанда Ефин қатты қуанды. Япырмай, қалайша менен бұрын келді екен деп аң-таң болды. Ей елесей, ерім-ай деді мәз болып. Қалайша суырылып ілгері кеткен. Шамасы жөн білетін біреуге жолыққан ғой. Оны алдыңғы жаққа апарып тұрғызған да сол кісі болар. Оны шығар жерден тауып алармын. Бәлкім ол мені де алдыңғы қатарға апарар. Мінәжат бетіп, халық сыртқа беттеді. Итерісіп, сығылысып, ілгері ұмтылғанда, Ефин тағы да әмиянын біреу қағып кеткен жоқ па екен деген үреймен зәресі ұшты. Әмиянын тасқып, ұстап сыртқа әрең сытылып шықты. Бірақ жолдасынан көз жазып қалды.
Енді Елисейді іздеп шарқ ұрмаған жері қалмады. Келесі күні үңгірге тағы да барды. Алдыңғы қатарға қарап еді, Ғайсаның табытының тап қасында Елисей құрдасын көрді. Тақырбасы айнадай жарқырап тұр. «Қап бәлем, бүгін жібере қоймаспын», деді ішінен. Жұртты итермелеп іргелі жылжыды. Өліп талып жеткенде Елисей жоқ. Шамасы шығып кеткен секілді. Үшінші күні келсе, пайғамбардың табытының қасындағы ең киелі орында, қалың елдің көз алдында, екі қолын екі жаққа жайып жіберіп тағы да Елисей тұр. Тақырбасы жалтырап, шапақ шашады. «Енді айрылсам ба сенен, шығар ауызға барып тұрып алайын. Сол жерде қайткенде де ұшырасармыз», деп ойлады. Ефин сыртқа бұрын шығып, әрі-бері күтті. Түс ауып бүкіл жамағат тарады. Бірақ Елисей жоқ. Ефин қария Құддысты 6 апта кезді. Киелі мекендердің бәрін аралады. Өлсем осыны кигізіп жерлер деп, жаңадан жиде сатып алды. Оған Ғайсаның мөрін басқызды. Сонсоң шөлмек құтыларға толтырып, Иорданияның суын, киелі орындардың топырағын алды. Түрлі дұғалар жазған тұмарлар сатып алды. Бар ақшасын жұмсап біткен соң, елге аман есен жетсем жарар еді деп, үйіне аяңдады. Жол бойы үйдегілер қайтып тірлік қылып жатыр екен деп, әрнені уайымдаумен болды. Бір кезде Елисеймен айырылысқан жерге кеп жетті. Жұрт адам танымастай өзгерген. Былтыр ішерге ас таппай, қақсып отырған халық бүгінде күйленген. Егін бітік шығыпты. Жұрттың еңсесі көтеріліп, қайғы қасірет ұмытыла бастаған. Бір үйдің тасасынан жас қыз жүгіріп шығып, «Атай, атай дейм, біздің үйге жүріңіз», деп қиылды. Епейін жүре бермекші еді. Қыз бала жіберер емес. Етігіне жабысып, үйге сүйрей жөнелді. Есік алдына бала көтерген бір әйел шығып, «Келіңіз атай, ас ішіп, ауқаттанып, қонып шығарсыз», деді өтініп. Ефин амалсыз кірді. Айтпақшы деп ойлады ол. Елисей қарттың қабарын сұрайыншы. Ұмытпасам, су ішіп шығуға былтыр тап осы үйге бас сұққан еді. Әйел оның арқасындағы дорбасын алып, дастарханға отырғызды. Сүт әкелді. Ішіне ақ ірімшік салған самса мен ботқа қойды. «Қария, келін, дәм тұзыңа ризамын. Мен Құддыс шаһарынан келемін. Бізді сыйласаң, мол сауапқа кенелесің», деді. «Атау, біз барлық жолаушыға ізет көрсетуді өзімізге борыш етіп алдық. Өйткені бізге қалай өмір сүру керегін бір жолаушы үйретті. Оған дейін Құдайды ұмытып, ел қатарлы өмір сүріп жатыр едік. Жаппар Қақсол үшін қаһарын төгіп, қатты жазалады. Бәріміз өлім қаліне душар болдық. Өткен жазда өзі жарылқап, мына сізге ұқсаған бір қарияны тап келтірді. Ол су ішіп шыққалы келіп еді. Өлгелі жатқан бізді көріп аяп, осында аялдап қалды. Ішкізді, жегізді, аяғымызға тұрғызды. Тіпті сатылып кеткен жерімізді қайтарып, ат пен арбада сатып әперді. Сөйтті де, бір күні өзі жоқ болып кетті», деді әйел. Осы кезде үйге кемпір кіріп еді, әйелдің сөзін бөліп, «Иә, өзіміз де білмей қалдық. Адам ба, әлде періште ме? Бәрімізді жақсы көрді, бірдей мейірімін төкті. Сөйтті де, кім екенін айтпастан жоқ болды да кетті. Оған Құдайдан шапағатын тілеп дұға қылайын десек, аты жөнін де білмейміз. Кескіні әлі күнге көз алдымда. Қарапайым ғана жалтырбас, шарға бойлы шал», деді. Онан соң сөзге кішкентай қыз араласты. Бәрі әлгі шалдың не айтқанын, не істеп, не қойғанын естеріне түсірді. Түнде отағасы келген.
Ол да Елисей жайлы ауыз жимастан айта берді. Ол келмегенде өз күнәмізға өзіміз көміліп өлетін едік қой. Өмірден күдер үзіп, Құдайға да, адамға да әбден ыза боп, күйінішпен кеткелі жатқанбыз. Ол қайта тірілткендей болды. Соның арқасында Құдайдың бар екенін білдік. Жақсы адамдардың әлі де жер басып жүргеніне бек сендік. Бұрын мал секілді тірлік еткен екенбіз. Ол бізді адам қатарына қосты. Содан бастап осы маңнан өткен жолаушының бәріне тегін тамақ беруді әдетке айналдырдық, деді тамсанып. Ефин түнімен ұйықтамады. Ойынан Елисей шығар емес. Құддұста 3 рет көргені есінен кетпейді. Ол қай жерде менің алдыма түсіп кеткен деп ойлады. Менің мінәжатым қабыл болды ма, жоқ па, кім білсін. Ал оның тілегін Құдай қабыл еткенін анық көрініп тұр деп ойлады. Ертесіне үй иелерімен қоштасып, сапарын жалғады. Ефиннің жолға шыққанына дәл 1 жыл болыпты. Көктемде елге оралды. Үйіне күн бата жеткен. Келсе, ұлы үйде жоқ. Қыдырып кетіпті. Ақшаны орынсыз жұмсаған. Жұмысты бетімен жіберген. Түнде шарапқа сылқия тойып келді. Жыны келген әкесі баласын сабап тастады. Ертесіне Елисейдің ауласына жақын келіп, кемпірімен амандасты. Саламатсың ба бәйбіше? Ефин құрдас, бармысың? Аман есен барып қайттың ба, деді. Құдайға шүкір. Барып қайттым. Сенің шалыңды жоғалтып алып ем, бірақ есен сау келіпті деп естідім. Я, келді құрдасың. Әлде қашан келді? Қар түспей оралды-ау деймін. Аман есен жеткеніне мәз боп қалдық. Ол жоқ болса, үйдің іші қаңырап қалғандай көрінді. Қырып жұмыс жасамаса да, осы үйдің бас иесі болған соң, ортамызда отырғаны жақсы. Өзі қазір үйде ма, жоқ па? Үйде, омартасын қарап жатқан болар. Түсімі мол деп отырған. Құдайдың араларға мұндай қуат беріп, балды үйіп тастағанын біздің шал өмірі көрмепті. Жаратқанда кісінің ниетіне қарап береді екен ғой деп қояды өзі. Барсаңшы жарқыным, ол да бір қуанып қалсын. Ефин омартаға келсе, бетіне ұстаған торы да, қолына киген қолбағы да жоқ. Бірақ қайынның түбінде сұр шекпенді Елисей тұр. Әне бір кезде Құддұста көргендей, 2 қолын 2 жаққа жайып жіберген. Көзі аспанда, басы айнадай жалтырап, күннің сәулесі түсіп тұр екен. Құжынаған аралар сары алтын тәш секілденіп, оның басын қоршай ұшып жүр. Еш қайсысы шақпайды. Мұны көрген Ефин қалт тұрып қалды. Ей, шал, тамырың келді ғой деп кемпір айқайлады. Елисей жалт қарады. Құрдасын көріп қуанып кетті. Асығып жетіп құшақтай алды. Ал, амансың ба, тамыр? Құдай алдындағы борышыңды өтеп, сәтімен барып қайттың ба, деді. Аяғым барды ғой әйтеуір. Саған арнап Иордан өзенінен суына келдім. Үйден алып кет. Шаршап шалдығып барған еңбегімді Құдай тағала қабыл етті ме? Жоқ па, кім білсін. Жә, асылық етпе. Жаратқан ем әділ ғой, қабыл етеді. Ефин сабыр сақтап сәл бөгелді де, я, аяқпен бардым-ау, деді сосын әлгі сөзін қайталап. Бірақ ниет қылып барған мен бе, әлде басқа біреу ме осы жері? Құдай біледі тағы да, тамыр. Құдай біледі ғой оны. Қайтарда әлгі сен аялдап қалған үйге бас сұқтым. Іші қылп ете қалған Елисей мына сөзді естігенде қалпалақтады да қалды. Құдай ісі ғой ол тағы. Құдай ісі ғой, тамыр. Құдайдың ісі ғой деп абдырап қалды. Ал неғып тұрмыз? Ішке кірмейсіз бе? Кірсейші үйге, бала келейін.
әңгімені басқа арнаға бұрып жіберген Елесей үй жайынан көр жерін сөз етіп қайдағы шоқты термелей жөнелді. Ефин қинала күрсінді. Сосын әлгі үйдегі адамдар туралы да, Құддыста қалайша 3 мәрте көргені жайлы да Елесейге айтқысы келмеді. Себебі ол бір нәрсені түсінген. Құдайдың адамға жүктеген ең үлкен борышы мүсәпір жанға шынайы қызмет ету еді.